Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі видеомызда осы 42500 пособиясы нақты кімге тағайындалды деген сұраққа осы жауап беріп кететін боламын. Ең алдымен достар, осы тақырыпқа өтпестен бұрын, осы сұрақтарға жауап берместен бұрын, менің осы Instagram парақшама, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы осы 42500-ге байланысты бүкіл толық ақпараттардың барлығын беріп кететін боламын. Біріншіден достар, осы кімге 1414-тен осы смс-тер келді, яғни осы 42500 теңгенің осы тағайындалуы туралы. Сол кісілер негізі заявканы бермей-ақ осы смс-қа жауап берсе, яғни бір сан бассаңыз, сіздерге 42500 теңге тағайындалады. Ал егер сіздер осы 2 деген санды бассаңыз, сіздер негізі осы 42500-ден бас тартасыздар. Сол үшін негізі сіздерге осындай смс келген жағдайда бір сан бассаңыз, сізге нақты осы 42500 теңгесі тағайындалады. Екінші жағдай, егерде достар сіздерде осы ИП болған жағдайда, яғни сіздер осы карантинге байланысты ИП-ларыңыздың табысы жоғалып қалған жағдайда, сіздер осы заявкаларыңызды беріп, 42500 сіздерге тағайындалады міндетті түрде. Үшінші жағдай, егерде сіздер белгілі бір компанияға жұмыс істеген жағдайда, және де сол компания мысалы сізді осы карантинге байланысты отпуск без содержания дейді ғой, ақысыз осы демалысқа жіберген жағдайда, сіздердің негізі жұмыс берушілеріңіз сіздің атыңыздан заявкаға негізі 42500 пособиясына байланысты заявка жіберген жағдайда, сізге осы 42500 пособиясы нақты түрде осы түсетін болады. Төртінші жағдай, осы жұмыс істейтін студенттерге байланысты. Егер сіздер осы студент бола тұра, негізі сонымен қатар параллельно жұмыс істесеңіздер, яғни официалды түрде негізі жұмыс істеуіңіз керек. Өйткені негізі мемлекет сіздерді тексереді, сіздер шынымен жұмыс істейсіздер ма, шынымен жұмыс істемейсіздер ма, соның барлығын тексереді. Содан кейін барып, негізі сіздер официально негізі жұмыс істеген жағдайда, сіздерге мемлекеттен осы 42500 теңге тағайындалады. Ол үшін негізі сіздер заявкаларыңызды жіберіп, содан кейін барып 42500 теңге тағайындалады, кейін осы ақшаларыңызды аласыздар. Ал егер осы бесіншіден негізі декретте отырған аналарға байланысты мен негізі алдыңғы өзімнің видеомда айтып кеткен болатынмын, соған байланысты тағы да осы қосып кеткім келеді. Егерде сіздердің балаларыңыз осы 1 жасқа толмаса, сіздер яғни осы пособие алып отырсыздар. Ондай жағдайда сіздерге 42500 теңге тағайындалмайды. Ал егерде сіздердің балаларыңыз осы 1 жастан асқан жағдайда, негізі сіздерге сонымен қатар сіздердің балаларыңыз 1 жастан осы асып, содан кейін барып сіздер жұмыс істеп жүріп, карантин кезінде сіздер өзіңіздің табысыңыздан айырылсаңыздар, сіздерге осы 42500 теңге міндетті түрде тағайындалады. Сонымен достар, осы біздің видео өзінің мәресіне жетті. Менің YouTube каналыма, Instagram парақшама осы тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.